Армысыздар. Егемен Қазақстан газетінің 3 желтоқсандағы саны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың маңызды кездесулерімен басталып, 20 жасқа баспана берілгені туралы жағымды жаңалықпен жалғасты. Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Дастан Ақаштың қазақтар мен корейлердің ұқсастығы көп атты. Оңтүстік Кореяның бұрынғы мәдениет, спорт және туризм вице-министрімен сұхбаты Корей халқы туралы қызықты мәліметтерге толы. Ғасыр тойын тойлап жатқан бас басылымның 100 жылдығына арналған кешенді шаралардың бір парасы өткен аптаның соңында Батыс Қазақстан облысы мен Ресей Федерациясының Орынбор қаласында жалғасын тапты. Салмақты сапар жайлы сараптаманы Қазбек Құттымұратұлының мақаласынан оқып таныса аласыздар. Еуропа лигасының топтық кезеңдегі 5-ші тур ойындары өтті. Еурокубок додасының Л тобында өнер көрсетіп жатқан Астана командасы Астана аренада Англияның азулы Манчестер Юнайтед командасын жеңіп, қазақстандық футбол жанкүйерлеріне қуаныш сыйлады. Осы және өзге де қызықты жаңалықтарды Егемен Қазақстан газетінің 3 желтоқсандағы санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.